Ассаламу алейкум, баршаңызға қайырлы күн. Бұл видеода сіздермен осындай екі түрлі лен матасына обзор жасаймыз. Бұл бізде мата тану рубрикасы. Қараңыз, бұл мата екеуі де лен болып саналады. Қандай бұйым тігуге болады? Яғни мужской костюм, бұның қалыңдығы, тығыздығы, жалпы қасиеттер туралы айтатын боламыз. Сол себепті егер де әлі тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыз. Осы каналда сіз тігін туралы, мата тану туралы, жалпы заказ қабылдау туралы барлық дүниені үйрене аласыз. Сіздерге дұрыстап түсіндіру үшін осы маталардың шаршыларын қиып алдым. Оң жақтағы мата бізде лен натуральный, бұл мақтадан, яғни хлопок лен деп аталады. Қараңыз, осындай жіптерін байқасаңыз, осындай тоқылған болып келеді. Специальный станокта тоқылады бұлар. Келесі болса, мынау бізде лен зығыр дейді қазақшасы. Бұның составында бізде вискоза матасы бар. Вискоза деген жасанды жолмен алынатын жіптер, бірақ осы екеуісін араластырған. По-моему, дәл қазіргі кезде техника дамыған, поэтому маған больше осындай кішкене синтетикасы бар. Синтетика болғанда несі? Қосымша осындай жіптер, вискозный нелер көбірек ұнайды, чем хлопокқа қарағанда. Тығыздықтарын салыстыратын болсақ, мақтадан жасалған леніміз біздің тығызырақ, чем вискозамен жүрген. Вискоза бізде больше шелктың несіне, консистенциясына ұқсайды. Қараңыз, сонымен составын айттық. Мынау бізде хлопок, мынау бізде вискоза қосылған лен. Ауа өткізу екеуінде бірдей, яғни жаз, көктем, күз кездерінде өте жақсы ауаны спокойно өткізіп отырады. Мұжылуы байқағанда шығарсыздар примерно. Біз особенно киім тігетін кезде міндетті түрде матаны осылай мұжып ашып көреміз. Көрдіңіз бе? Айырмашылық, мақтадан жасалған лен міндетті түрде осындай болып мұжылып өзінің формасын ұстап қалады. И рубашка, шалбар, көрген шығарсыздар, ондай мысалға леннен тігілген заттың барлығы осылай мұжық-мұжық болып тұрады. Ал вискоза болса, қанша уақыт мұжып тұрсаңыз да өзінің формасын дәл осындай қылдырып ашып шығады. Бұл үлкен плюс та, потому что по составу ол не проигрывает, яғни жеңіліп жатқан жоқ. Мынадан екеуісіне почти бірдей. Одан кейін қараңыз, матаның судырап тұруы. Қазір сіздерге еще осы маталардың қаншалықты натуральный екенін анықтау жолын көрсетемін. Бізде мата тану сабақтарында осындай бір лоскут маталарды жағып көретін. Қазір бізде сіздермен көреміз. Бұл жерде иісін, матаның жаңағы жанған кездегі түсін, сол арқылы қаншалықты синтетикасы бар және қаншалықты синтетикасы жоқ екенін анықтайды. Қараңыз, бір жақ шетінен жанып жатыр. Көрдіңіз бе? Бұл деген сөз жанып жатқаны матаның таза мақтадан жасалғанын білдіреді. Ол үйтіп не істемейтін еді, жанбайтын еді, және мына несін қарасақ, жанып кеткен жағын бұндай түс қалдырмайды. Көрдіңіз бе? Және де бұның иісі жаңағы ағаш бар ғой, сол ағашты немесе қағазды жаққан кездегі иіс шығады. Келесі бізде лен вискоза. Лен вискозаның осы жерде минустары шығады, потому что бұның составында синтетический маталар бар болғандықтан, ол уже өзін басқаша ұстайды. Көрдіңіз бе? Жанған кезде жаңағы мақта сияқты жанып тұрған жоқ. Қазір анықтап көрсетем. Міне, пластик сияқты балқып тұр. Вот осы бұның ең үлкен минустарының бірі. Яғни синтетический нелер бар. Вискоза айттым жаңа, не жасанды түрде алынған жіп деп. Екеуісінің айырмашылығы осындай. Қайдан жаққан жер? Тарынан жаққан жер жоқ болып кетті. Міне. Көрдіңіз бе? Осындай. Енді осы екі матадан қандай бұйымдар тігуге болады деген сұрақ. Мына біреу
матадан, яғни мақта хлопоклен. Бұдан біз рубашка, мужской костюмдар, двойкалар тігуге болады. Шалбарын, кофтасын, балаларға арналған көйлектер, также кішкентай балаларға арналған рубашкалар, осыларды тігуге болады. Ешқандай қиындықсыз, прям самый натуральный ткань дейді ғой. Ал мынаның лен вискозамен бұл ауа өткізеді, мыжылмайды. Бұл жерде біз төгіліп тұратын үлкен ұзын көйлектер, ұзын юбкалар, рубашка және юбка деген сияқты нәрселерді тігуімізге болады. Мен осы матадан двойка тігетін боламын, юбка клеш және удлиненный рубашка. Қызық болса, Instagram парақшадан бақылап отырсаңыз болады. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер мата тану туралы тағы білгіңіз келсе, міндетті түрде парақшаға тіркеліңіз және мата тани алмай жүргендер болса, соны жіберуіңізге болады.